көк бұрыштан Орынбек Ерзат, қызыл бұрыштан бұл бізде аса жеңіл салмақ өкілдері. Жеңіліп көрмеген. Исламжан 3-0 деген көрсеткіші бар. Первый контакт произошел в этом поединке. Әзірше екеуі де сақ. Қашықтықтан. Міне керек болса. Дөптеген екі соққы. Хай-кик какой страшный Исламжона. Ногами неплохо киками атакует. Опасно было. Жаңағы екі соққыға өзі жауап қайтарғанда. Тейкдауна. Алыстан кіргенде қарамастан, қазір аяққа қол созып жеткізе алды, бірақ әлі тейкдаун туралы айту ерте бұл жерде. Торды қолданып тәптәуір қорғаны бақтыр. Мойынды алды, қараңыздар, мойынды алды. Жақсылап алған сияқты қараңыздар. Остается Исламжон Сабиржонов. Ерзат Орынбек. Бұл енді шынымен үлкен тәуекел еді ғой, бүйтіп секіру. Соншалықты сенімді болғаны ғой демек. Әдісті жасаймын деп. Енді шаршамай тұрған кезде, терлемей тұрған кезде ең дұрыс шешім осы шығар, дәл осылай гильотинаға секіріп, тәуекел етіп жасау. Бүгінгі кештің ең бір әдемі сабмишіндерінің бірі, қылқындыру әдісі. Ерзат Орынбек осылайша мансабындағы 4-ші жеңісіне қол жеткізді. Қазір қарап шығайық. Дәл осы секірген сәтті көреміз. Гард пул дейді, ондайды, яғни өз еркімен бүйтіп секіріп, арқасының жауырының жерге тигізіп, қарсыласының астында қалу. Басты шығарып алған кезде онда Орынбектің өзінің жағдайы қиындап көтереді. Тәуекел ақталды енді. Қалай деген.